Достар, Құрандағы мына аятты байқадыңыздар ма? Ниса сүресінің 34-ші аяты. Бұл аятта еркек әйелге қауам болады дейді. Құранның қазақша аудармасын оқысаң, еркек әйелге басшы, билеуші деп аударады екен. Орысшада да шамамен сондай. Ал арабтардан сұрасаң, олар қауам деген сөзді басшы, билеуші деп қолданбайды екен да. Сонда қауам деген не деген сөз десең, ол еркек әйелдің өмірінде активный рөл атқарады деген мағынаны білдіреді екен ғой. Яғни сен бір қызды жар қылып алдың ба, болды, үйге әкеліп отырғызып қоясың, тема сонымен бітті емес, теманы барып басталды сонымен. Сен әйеліңнің материалдық жағдайын шешіп тастауың керек, рухани хал ахуалына қарауың керек, білім алуына жәрдем беруің керек, денсаулығына қарайласуың керек, психологиялық жағдайына қарауың керек, стресс, депрессияға ұшырап жүрген жоқ па деген сияқты. Яғни әйелдің өмірін ұйымдастырып, әдемілеп басқару керек екен ғой. Басқару деп осы бөлігі айтылады екен ғой негізі. Айтатын еді ғой, Алланың алдына барғанда еркек әйел үшін жауап береді деп. Өмірін қалай ұйымдастырдың, соған да жауап береді екенсің ғой. Егер ол аятты еркек әйелге басшы деп қана аударсаң, көбіне әйелге жауапкершілік беретін сияқты да. Ал бұл аятқа кеңінен қарап, еркек әйелдің өмірінде активный рөл атқару керек, оның өмірін әдемілеп ұйымдастырып басқару керек десе, керісінше әйелдерге жеңілдік берілген, еркектерге көбірек жауапкершілік берілген түсінесің да. Так, дұрыстап ұйымдастыр деген сияқты. Қауам деген сөз Алланың қайюм деген сөзімен түбірлес екен ғой. Яғни қайюм деген Алланың есімі. Достар, Құрандағы мына аятты байқадыңыздар ма? Ниса сүресінің 34-ші аяты. Бұл аятта еркек әйелге қауам болады дейді. Құранның қазақша аудармасын оқысаң, еркек әйелге басшы, билеуші деп аударады екен. Орысшада да шамамен сондай. Ал арабтардан сұрасаң, олар қауам деген сөзді басшы, билеуші деп қолданбайды екен да. Сонда қауам деген не деген сөз десең, ол еркек әйелдің өмірінде активный рөл атқарады деген мағынаны білдіреді екен ғой. Яғни сен бір қызды жар қылып